Сәлем құрметті достар, екі егіздің ортасында тұрсаң, тілегің орындалады деген керемет бір нәрсе бар. Бірақ менің бүгін бір емес екі тілегім орындалғалы тұр, себебі менің жанымда Айдай сұлу бір емес екі егіз қыздарымыз қонаққа келді. Қош келдіңіздер қыздар. Тамаша, бүгінгі эфирімізде сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Ең алдымен көрермендерімізге өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, есімдеріңіз, қай жақтан келдіңіздер, иә? Барлығыңызға қайырлы күн. Біздің есіміміз Халбаева Айдана, осы және егізім Халбаева Гүлдана. 2005 жылғымыз, яғни 19 жастамыз. Қазіргі таңда СУ университетінің бірінші курс студенттері бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығында. Яғни екеуміз де бір мамандыққа түсіп отырмыз. Тамаша, ерекше факт, бүгінгі эфирдің өтуіне ықпал етіп отырған ерекше нәрсе ол егіздердің бір мамандықта оқуы, солардың қарапайым бір тарихымен танысатын боламыз. Сонымен Айдана, Гүлдана, Аяжан және Аянат. Аянат. Иә. Біз Қарғалы ауылынан келдік. Осы жаққа қатты жақын емес, но более жақындау қаладан қарағанда. Тоже бастауыш мұғалімі мамандығында Екеуміз бірге. Иә, бірге оқимыз. Бірінші курспыз. 2007 жылғымыз. Жақсы, ең алғашқы сұрақ, егіздерді қалай ажыратады? Мен енді шамамен ажыратып отырмын, бірақ күнделікті өмірде үйде қалай ажыратады, немесе группаластарыңыз қалай ажыратады? Бізді екеумізді шыны керек бірінші кезекте бойымызға қарап ажыратады. Себебі мен бойым ұзындау, ал Гүлдана қысқалау. Нақты айтатын болсақ, екеуміздің арамыз тура 10 сантиметр шығады. Сонысына қарап ажыратады. Одан кейін көбіне мен күліп жүрем, ал Гүлдана көбіне қабағын түсіп, ашылу сияқты сондай ой жүреді. Сол эмоциялар арқылы да ажыраталады. Содан кейін біз бірімізге қатты ұқсамаймыз. Мүмкін содан кейін тез ажыратып тіпті. Иә, көп адам бізді егіз деп ойламайды. Просто әпкесі, апалы сіңілі болып. Шынымен, қараңыздар көрермендер, бізде Айдана мен Гүлдана қатты ұқсамайды, бірақ білген кезде барып байқауға болады. Ал Аянат, Аяжан сіздерді қалай ажыратады? Бізде кішкентай кезде өте қатты ұқсайтын болған. Сол үшін біздің бет пішінімізге қарайтын. Менің құлағымда бұрын қал болатын, соған қарап бәрі ажырататын. Бүйтіп келіп алтына қарайтын. Сосын менің мұрнымда шегеме түскен сияқты білмеймін, бір андай шрам болатын. Почему-то білмеймін. Содан қарап, мына жағында сондай шрам болған, қайда деп. Қазір бар ма ол шрамдар? Жоқ. Қазір қалай ажыратады? Қазір енді шаштарыңызды ашып жүрмейді жер енді қуақтарыңызды. Жоқ, ол уже кетті, бірақ кейбіреулері ажырата алмайды, сол үшін просто Аяжан, Аянат деп екеумізді айта береді. Аяжан десе де мен бара беремін, Аянат десе де уже үйреніп кеткенбіз, сол үшін бәрібір. Көз жеріне қарап ажыратуға болады. Даже иногда біздің отбасымыз шатасып кетеді, біздің қайсымыз екенімізді. Тіпті ата-анамыз шатастырады, редкость, но иногда болады. Жақсы. Мен ойымша егіздердің өмірінде міндетті түрде кринж нәрселер болды. Қандай кринж оқиғалар өмірлеріңізде болды? Мен амандасқан адаммен қайтадан менімен амандасатын егізді деп ойлапшы. Бір адаммен мен 2 рет амандасатын. Сөйтіп, саған амандаспай кетеді. Иә. Сосын қайтадан барсам, амандастық қой ғана деп сөйтетін всегда. Бір үйдің қыздары, егіздер бір мамандықты таңдады. Бұндай ортақ шешімге келуге не әсер етті? Енді ең бірінші айтады ғой, екі нәрседен қателеспе, біріншісі мамандық таңдау, екіншісі жар таңдау дейді. Бізге мамандық таңдаудан қателеспеуге көмектескен ол ең бірінші ата-анамыз. Енді барлық жолды сілтейтін сол кісілер ғой. Сол жолға қарай сен барып көресің, дұрыс бұрысын енді өзің таңдайсың деген сияқты. Бізде де сондай мүмкіндік болды. Енді өзіміздің туысқандарымыз десек те, анамыз өзінің тіпті бастауыш сынып мұғалімі болғаннан кейін бізге сол жолды жалпы ұсынды. Осылай осы мамандық таңдасаңдар қалай болады деген сияқты. Бірақ таңдау өзімізде болды шыны керек. Өйткені Гүлдана мысалы мұғалімдікке қызықпағандықтан, спорт жағына қызыққандықтан просто бізге жай ғана ұсынып көрді. Таңдау өздерінде деген сияқты. Жеке өзімде практика жүзінде осы мамандық таңдауға себеп болды. Не үшін? Себебі жаңа айтқандай, анам бастауыш сынып мұғалім болғаннан кейін кей кезде жұмыстар шығып қалады, кей кезде босамай қалады, кей кезде денсаулығына байланысты бір проблемалар, мәселелер болып қалған кезде мен сыныбына барып кәдімгідей қызығушылықпен сабақ өтетін. Содан кейін менде уже бір сенім пайда болды да.
бұл мамандық нақты менікі деген сияқты. Яғни Мен жасай анаңызға аламын. көмектесіп жүріп, бір практика жинай алдыңыз. Мен жасай аламын, неге таңдамасқа деген сияқты мүмкіндік болды. Одан кейін екінші себеп, енді егіз болғаннан кейін екі жолдан көре алмай өйткені бірге өсіп келе жатқаннан кейін тек қана бір жолға андай байланып қалған сияқты көрінеді негізі бүкіл адамға. Бірде киінесіңдер ма, бірде жүресіңдер ма, бірде ауырасыңдар ма деген сұрақтардың өзінен ақ белгілі шығар. Кез келген негіздерге қойылатын сұрақ, негізі осы сұрақ шаршатып жүреді кәдімгідей. Көрермендерден сұрақ қойсақ болады. Бізге ондай сұрақ қоймаңдар. Ортақ шешімге келуге не себеп? Біз кішкентай кезімізден прям жақын өстік та, бір-бірімізді еркелетіп, сөйтіп іздеп, всегда бір-бірімізді тартып жүретінбіз, қай жаққа барсақ та қалдырмай. Сосын бізге тоже ата-анамыз ұсынды, осы біздің мамамыз бастауыш мұғалім болғаннан кейін. Екеулеріңіздің де, яғни төртеулеріңізде аналарыңыз бастауыш мұғалімдер, ата-ана шынымен де ата-ананың кейізі қатты әсер етеді екен, бір жанама түрде болуы мүмкін, немесе тікелей де болуы мүмкін, сізде мысалы жанама түрде әсер еткен, Айданада, Гүлданада тікелей, жақсы. Сол үшін бізде мамамның жанында бүйтіп оқушыларына бізде сабақ беріп, сөйтіп қызығушылықпен өскенбіз. Дәптерлерін тексеріп, сөйтіп көмектесіп. Сосын Аянат қай мамандық таңдайды? Мен де сол мамандық таңдағым келді, потому что алшақтағым келген жоқ. И менің де сол мамамның арқасында қызығушылығым оянды. Демек, бұл бала кезден пайда болған қызығушылық деп айта аламыз ба? Иә. Тамаша. Яғни келесі сұрақ, бұл мамандыққа түсу кезінде оқу ақысы қаншалықты әсер етті? Бұл бір саналы таңдау болды ма? Оқу ақысы негізі тікелей әсер етті деп болады. Өйткені язуда білесіздер, оқу ақысы жоғары универлердің бірі, себебі білім деңгейі де соған сай болғаннан кейін мүмкін оқу ақысы да соған сай жоғары деп ойлаймын. Ең бастысы білім деңгейі дамыған университет. Қазақстандағы топ университеттердің бірі ғой, жалпы СДУ университеті. Сондықтан негізі таңдауда СДУ университеті бірден бір таңдау болды. Ал оқу ақысы білім деңгейін егер салыстырғанда оқу ақысын төлеу негізі мәселе емес. Не үшін? Өйткені сен соған сай деңгейде осы университеттен білім алсаң, былайша айтқанда мешалка дейді ғой. Яғни сапалы білімге төлеу ол тұратын нәрсе. Өмір бойы білім алу өте қиын нәрсе емес. Сондықтан бір 4 жыл бойы тек қана беделді бір атақты университетте білім алу негізі қандай баға болса да тұрарлық негізі. Сіздерде қандай жауап бар осы сұраққа? Тоже біріншіден үйімізге жақын болды. Сосын біз деген 2023 жылы осы универге келіп көрдік. Ашық есік күні болған кезде. Сол кезде маған іші қатты ұнады, прям енді топовый универ екенін бәрі біледі ғой. Сосын келген кезде бәрін көресің, барлығы отырып, жан-жақта енді Red Coffee Urbo деген жерлер бар ғой, сол жақта отырып, бәрін күшті сабақ оқып отырды, өзің қызығасың, сонымен атмосферасы күшті болды да. Сосын қатты ұнады, осы жаққа түсем екен деген не болды, сосын арман болды. Сосын әкем де көрді да осы жақты, сосын тоже топовый универ осы жаққа түсесіңдер деп сөйтіп айтты. Сосын сол үшін бізге мотивация берді. Мотивация беріп осы жаққа жерді. Негізі оңай нәрсе емес, бір үйден екі адамды, тем более андай платнода оқытқан негізі оңай нәрсе емес. Бірінші кезекте ата-анамызға алғыс білдіреміз ғой осы үшін. Бірақ не дегенмен мүмкін қазір осы оқу ақысын төлеп ата-анамыз оқытып жатыр ғой, бірақ болашақта осының жемісін біз оларға көрсетеміз деген мақсатпен жүргеннен кейін осы университеттен беделді білім алып, болашақта сол біліммен жалпы үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймыз. Енді бастауыш сынып мұғалімі мамандығына келсек, бұл мамандықтың сіздерге деген бір ең қызықты жағы қандай, бір ерекше тұсы? Мен өзім кішкентай кезімнен бастап балаларды қатты жақсы көретін, туысқандарымыздың балалар үйге келген кезде соларға қарайласып, үйлеріне барған кезде сабақ оқытқан жерлерінен көмектесіп деген сияқты сол болды деп ойлаймын. Кішкентай кезде қандай болды, соны кейін мамандыққа өзгерттік, былайша айтқанда. Бұл негізі өте күшті нәрсе, өзіміздің бір ұнайтын нәрсемізді, хоббиімізді мамандыққа айналдырсақ, бұл табыс көзіне әкелетін дүние болса, ол бір тіптен тамаша. Жұмыс істеп жүрген сияқты емес, керісінше демалып жүрген сияқты боламыз.
Негізі кішкентай балаларға прям былай ручка ұстай алмайтын балаға ручкамен жазып үйрету оңай емес. Бірақ енді бастауышта жүргеннен кейін оны үйрету керек, барлығын әріпті басынан бастап үйрету керек деген сияқты. Бірақ енді кішкентай балалармен жұмыс жасаған қызығырақ. Қызығырақ, иә? Тағы бір нәрсе бар ғой, мектеп кезінде енді 10-шы сынып, 11-ші сынып оқыған кезде жоғары сынып болып есептелесің. Вот сол кезде мұғалімдер күні дейтін нәрсе бар ғой. Сол күндері балаларға сабақ беретін жоғары сынып деп айтылады. Сол кезде барасың, бастауыштарға сабақ бересің, одан кейін бір қызығушылық пайда болады. Мен мұғаліммін деген сияқты өзіңді өзің сезініп бастайсың. Сондай кезден басталады, негізі бәрі жеке өзіміз сондай кезден басталды. Одан кейін жалпы бастауыш сынып мұғалімі мектептің былайша айтқанда фундаментін құрушы ғой. Өйткені ары қарай жоғарғы сыныптарға да, орта мектеп оқушыларына да жеткізетін осы бастауыш мұғалімдер ғой. Жалпы әріпті үйретсе, одан кейін басқа мұғалімдер сөз үйретеді деген сияқты. Ең басты қадамы бастауыш мұғалім болғаннан кейін жауапкершілікті өте қатты талап ететін мамандық. Сондай ақ балалармен ғана емес, ата-аналармен де жұмыс жасау негізі өте қиын нәрсе. Сол үшін негізі бірақ қиындығымен қоса негізі қызығы да өте мол да. Өте қызық мамандықтардың бірі. Мысалы сен кішкентай баламен кішкентай балақ ұқсап сөйлесесің, одан кейін бір тәжірибе қалыптасады. Негізі кішкентай балалармен жұмыс істеу арқылы сен болашақта басқа да кішкентай балалармен, мысалы өзіңнің үйіңдегі інілеріңмен, сіңлілеріңмен қалай сөйлесу керек деген сияқты. Одан кейін оқушыға қарап негізі мұғалім өзі түзеледі ғой. Тура сондай нәрсе, мысалы бала келеді, бастауыш сыныпта отырғызасың партаға, екі қолын партаға қойып тік отырасың деген сияқты. Мұғалім де сол нәрсені өзі біле білу керек та. Сол үшін негізі оқушыға қарап өзі мұғалімнің өзі түзеледі. Сол үшін өте керемет мамандық бастауыш сынып мұғалімі. Негізі таңдауы өте дұрыс шешім. Негізі ең мықты түзейтін адам ол негізі оқушы дейді ғой. Оқушыға қарап мұғалімдер өздері түзеле бастайды. Кімнен үйренген жақсы десек, баладан үйренген жақсы екен да. Өйткені олар бізге көп нәрсені үйретеді. Осы нәрсені күшті байқап отырсыз. Негізі қоғамның сұранысына қарай да өте ұтымды жауап болды. Себебі балалардың саны қазір көріп отырмыз, демография өсіп жатыр. Сәйкесінше білім беру ошақтары да көбейеді. Сәйкесінше бастауыш сынып мұғалімдеріне деген де сұраныс арта береді. Сондықтан да болашақта бізде осы мамандықтың түлектері бізге өте көп керек болады. Жеке мектептерде болсын, мемлекеттік мектептерде болсын, сұраныс өте жоғары. Ағылшын тілінде білетін болсақ, халықаралық мектептерде де жұмыс істеуге мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да осындай болашағы бар мықты мамандықта оқып жатыр екенсіздер. Жақсы. Мына жерде енді балалармен жұмыс істеу ұнайды деп қалдыңыздар. Келесі сұрақ, шабыт беретін не нәрсе? Балалармен жұмыс істегенде не нәрсе сіздерді қатты бір шабыттандырады? Жаңа айтқанымдай, негізі баламен өзің бала болып сезінесің, өзіңді кішкене мүмкін проблемаларыңды ұмытып, мәселелеріңді ұмытып, баламен бір балаша сөйлескен, баламен балаша бір қуанған негізі өте керемет нәрсе. Негізі одан кейін мектеп бойынша алатын болсақ, жалпы шабыттандыратын негізі бәріміз жалақы ғой, былайша айтқанда. Мұғалімнің жалақысы негізі өте жоғары, өздеріңіз білетіндей. Сондықтан негізі таңдау сол. Яғни Айдананы жалақы мөлшері шабыттандырады екен, осы жерде бір байқап қалдық. Ал жақсы, мына егіздерді не шабыттандырады? Сол балаларды оқытқан кезде енді тоже фундаментін сен қоясың ғой. Сол кезде болашақта оның ары қарай дамуын, тұлға болып қалыптасуын сенен басталады да, оның әріпті үйретесің, сол фундаменттің құйып бересің. Сөзін бастауышты бітіреді, бітіргеннен кейін мысалы өз деңгейлеріне сай, мысалы мектеп бітірген сияқты бастауышта бір әліппені бітіреді ең алдымен. Одан кейін 4-ші сыныпты бітіргеннен кейін бастауыш сыныпты бітіреді. Одан кейін жоғары сыныпты 11-ші сыныпты бітірген кезде бәрібірде бастауыш сынып мұғалімі айтылмай қоймайды. Өйткені кез келген жерде 11-ші сыныпты бітіретін кезде мектеп түлектері негізі бастауыш сынып мұғалімдеріне көбіне көптеген бір рахметін айтады, алғысын айтады, былайша айтқанда. Өйткені шынымен оқушылардың да есінен кетпейді. Өйткені ең алғаш мектепке келген кезде күтіп алған адам ғой, жалпы бастауыш мұғалім болғаннан. Шынымен де, өйткені білімнің негізін қалап берді. Одан бөлек шынымен бір тұлғаның ойында, өмір бойына қалып кетесің. Сондай қандай бір керемет құндылығы жоғары маман, Екінші ана ғой, былайша айтқанда. Себебі кішкентай кезінен олардың мейірімділікті көрсетесің, бір-бірімен қалай тілдесу керек екенін достастырасың деген сияқты. Олардың ризашылығын аласың да, былай айтқанда. Құшақтап келіп, тәтелерімнен, мамамнан көріп атамыз, осы кезде андай өте көп не алғыс айтады, типа апай, мен сізден кеттім, мен жақсы көремін деген сияқты.
былайша айтқанда баланың махаббатына бөленесің деген сияқты. тіпті жылап қалады бітіретін кезде бастауыштың. Қандай күшті. Сондықтан құрметті көрермендер, болашақта бір тұлғаның өмір бойында есінде қалатындай бір маман болғыңыз келсе, біз әрине бастауыш сынып мұғалімі болыңыз дегіміз келеді. Еске сала кетейік, біздің бастауыш сынып мұғаліміне түсу үшін таңдау пәндері ол биология, география пәндері. Сондықтан осы мамандықта біз сіздерді күтеміз. Келесі кезекте студенттік өмір туралы айтсақ, студенттік өмірде егіз болудың қандай артықшылықтары бар? Меніңше өте көп сияқты. Артықшылықтары өте көп. Мысалы, бір группаластарың болады ғой. Солармен бірге, например, мен осы егізіммен бірге түсем, тапсырмаларды бірге орындай аламын деген сияқты. Ортаны да табу оңай болады. Ал егіз, например, қазір Айдана басқа группада, мен басқа группада көп сабақтарда. Сол кезде маған негізі орта табу кішкене қиындау болады, өйткені мен тұйық адам болғаннан кейін мен көбісімен араласа алмаймын. Тапсырманы да енді орындау өте қиын болады, өйткені адамдармен араласпағаннан кейін өзің бірінші бастап былай араласып не істеу өте қиын болады. Сол үшін артықшылығы енді көп. Бір-біріңді іздеп тартып жүресің. Тартып жүресіңдер, иә? Жақсы. Сіздерде қандай? Бізде тоже сондай. Орта табу қиын да, бізге интроверт болғаннан кейін. Екеуіңіз интровертсіздер? Иә. Қатты емес, прям амбиверт па, сондай ортасында андай. Бірінші сөйлеуге қорқамыз да, қорықпаймыз, енді ұяламыз, сонда жабық болғаннан кейін бір-бірімізді былай кейбір жерде ол мені тартады дегенде, кейбір жерде мен оны тартамын дегенде. Тоже сабақтарға келсек те бір группада болсақ, бір сабақты бөліп тез-тез орындап тастаймыз да, бір-бірімізге көмектесіп деген сияқты. Негізі ұқсамағанның екеумізді егіз болсақ та ұқсамағанның бір артықшылық осы Гүлданның тұйықтау болса мен ашықтауым. Кез келген ортаға сіңісіп кете аламын да. Сондай кезде Гүлданны тартып жүретін, всегда өзімнің жанымда алып деген сияқты. Ал қазір группамыз екіге бөлінгеннен кейін енді СУ-да білесіздер, барлық пән бөлек оқытылады басында, одан кейін барып мамандық пәндердің де қосылады. Ал бізде мысалы түрік тілі деген сияқты, ағылшын, педагогика деген сияқты сабақтарда бөлек болғаннан кейін Гүлдан сәл тұйықтау болғаннан кейін маған айтады да, мен осылай ешкімге араласпаймын. Тапсырманы қалай орындаймын, жұпты жұмыс береді, топпен жұмыс береді. Сол кезде бір ілінбей қаласың, ондай кезде сенің білім жаңағы көрсеткішің төмендейді деген сияқты. Сондай кезде бір кемшілігі болмаса, негізі бірге жүргеннің артықшылығы өте көп. Жақсы, енді елестетіп көрейікші. Сіздердің кейстарыңызды айтсақ, бұл мамандықты неге таңдау керек? Негізі бірінші кезекте бұл мамандықты таңдауға кеңес беремін. Не үшін? Өйткені жаңа айтқандай, именно осы СДУ университетінде бастауыш мамандығы негізі өте қиын деген ой барлығында қалыптасып кеткен ой. Не үшін? Өйткені СДУ жалпы көп тілдік универ болғаннан кейін көбісінде қорқыныш бар. Сондай қорқынышпен өзімізде келіп отырмын. Бірақ бір ескеретін жайт, негізі ағылшын деңгейі бастауыш сынып мұғалімдеріне маңызды емес, яғни әсер етпейді. Осы жаққа келіп үйренсеңдер де, яғни басқа жақта үйреніп келсеңдер де, негізі ол плюс қой. Бірақ ағылшын мен білмеймін деп өзіңді СДУ-дан тартып қалу негізі өте бір қате нәрсе. Одан кейін бастауыш мамандығы болашақта сұранысқа ие мамандығы емес деген пікірде негізі өте қате. Не үшін? Өйткені қазір жаңа айтып өткеніміздей, бала саны көбейгеннен кейін бұл мамандыққа сұраныс та көбейеді. Сол үшін жаңа айтқандай өлмейтін мамандық, яғни болашағы бар мамандықтардың бірі болғаннан кейін бастауыш сынып мұғалімі мамандығын таңдау негізі өте дұрыс шешім. Солай жалпы адам өзі де тәрбиеленеді деп жаңа айттым ғой, оқушыларға қарап сен де тәрбие аласың, балаға деген қызығушылығың оянады. Мысалы, мен бала қарай алмаймын, мен баладан алыспын деген пікірде негізі өте қате пікір. Өмір үйретеді барлығын жалпы. Сол үшін жоғарғы деңгейде білім алғыларыңыз келсе, және де өздеріңіздің қызығушылықтарыңызды арттырып, білім деңгейлеріңізді жоғарыға көтергілеріңіз келсе, жалпы СДУ университетінде бастауыш мамандығын таңдауға кеңес беремін. СДУ-да осы мамандықты оқудың артықшылықтарын атап өтсек бола ма? Біріншісі ол орта деп ойлаймын. Сосын жоғарғы білім сапасы, ортасы, барлық комфорт жасалған. Сені былайша айтқанда
дайын мұғалім болып шығарады ғой. Дайын мұғалім. Иә. Не үшін өйткені сен қорқып кіресің, бірақ сен қорқынышыңды жойып шығарады да. Иә, өте жақсы. Шынымен де осындай үлкен мүмкіндіктерді біздің университетіміз бере алады. Және ағылшын тіліне қатысты, иә, бізде талап етілмейді, бірақ біз бұл мамандықты аяқтағаннан кейін екі тілде де сабақ бере алатын бір маман болып шығамыз, иә. Ағылшын тіл деңгейі болмаса да қосымша оқыту арқылы деңгейді көтере аламыз университетте жүріп. Кейін бітірген соң мемлекеттік мектепте болсын, халықаралық ағылшын тілінде өтетін мектептерде болсын жұмыс істей аламыз. Яғни біз ізуді бітірген кезде біздің сондай мүмкіндігіміз кеңірек болатындығы, иә. Өте жақсы. Осы нәрседе сіздерге сәттілік тілеймін. Өте мықты мектептерде жұмыс істейді деген сенімдеміз. Жақсы. Енді біз бұның университеттің академиялық жағымызға әсері туралы айттық. Енді университеттің жалпы біздің жеке тұлға ретінде дамуымызға қалай әсер етіп жатыр? Осы сұраққа келсек. Біріншіден енді біз деген айттық қой бағана, ажырамай өстік деп ше, бір жаққа барғанда сен болмаса мен бармаймын деген сияқтандай. Біз қорқыныш болады да, всегда бір жаққа барған кезде шетте қалып қаламыз деген сияқты, ортаға сіңісе алмаймыз деген сияқты. И сол кезде бізді осы жаққа келіп үйретті деп ойлаймын. Себебі екеуміз қазір бөлек оқимыз, расписанияларымыз әртүрлі да, сабақ кестелеріміз. Сол үшін бөлек жүріп үйреткен сияқты бізді. Сосын жалпы универге келген кезде негізі андай болады ғой, әр мамандыққа кеңес беріледі. Бізге кеңес берген ағайымыздың бір сөзі есімде жалпы. Былай айтқан, мен универге келмей тұрып негізі қылтың тұрған көп адам едім. Яғни киіну стилім де басқаша, өзінің ұстауым да басқаша. Ал универге келіп, мен киім стилімнен бастап өзгергеніне мен өзім таң қалдым деп. Тура сол секілді адамды толықтай өзгерте алады. Яғни сен осы жақтағы ортаңа қарап, осы жақтағы адамдарға, мұғалімдерге қарап біріншіден жиналасың, екіншіден тыйыласың деген сияқты, одан кейін өз-өзіңді дұрыс ұстауды үйренесің. Қанша жерден болса да әділдік қалжың орнымен, бірақ мұғалім болып таңдағаннан кейін жаңа айтқандай негізі мұғалімдік жолға көп салады, яғни көп үйретеді. Соның нәтижесінде бір өз-өзіңді ұстауды, басқа адамдардың жанында бір орынсыз сөйлемеу дейді ғой, былайша айтқанда. Әр нәрсені өз орнымен сөйлеп, әр нәрсені өз орнымен істеп, уақытында пунктуальность деген нәрсені жоғарғы дамытыңыз. Самостоятельностьқа да үйретеді, өзіңді өзің алып жүре аласың деген сияқты. Бұл жақта көп мұғалімдер соны ұсынады да, өздерің жауап беріңдер, ешнәрседен қорықпаңдар деген сияқты. Себебі біз пәндерді өзіміз таңдаймыз, сабақ кестемізді өзіміз жасаймыз, сол кезде өз-өзімізге жауап беруіміз керек болады, тамаша. Расымен де университеттің беріп жатқан қалай айтсам екен, білімі, сапасы сіздерге ұнап жатыр екен. Ол үшін әрине қуаныштымыз. Болашақта біздің университетімізге түсем деген студенттер болса, есігіміз ашық. Бағана қыздарымыз айтып өткендей, ашық есік күні де бар, келіп, университеттің атмосферасын байқап, сезініп кетуге болады. Біздің мамандықтарымыз бойынша барлық бағдарламалар тізімін біздің сайтымызда немесе факультеттің EduFaculty SDU Instagram парақшасынан толықтай қарап, көріп, танысып шығуларыңызға болады. Ендеше осындай көңілді нотада бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Бізде қонақта болған егіздеріміз, бастауыш сынып мұғалімдері Айдана, Гүлдана, Аянат, Аяжан қыздарыңыз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.